Кейбір денсаулық жағдайларында біз сіздің сұйықтық қабылдауыңызды өзгертуіміз мүмкін. Мысалы, бүйрекке қатысты мәселелері бар адамдар үшін кейде нефролог немесе дәрігер сіздің сұйықтық қабылдауыңызды шектеуі мүмкін. Немесе кейбір жүрек ауруларында да сұйықтық қабылдауыңызды шектеуі мүмкін. Кейбір жағдайларда сізге қосымша су ішуге кеңес беруіміз мүмкін. Мысалы, егер сізде несеп жолында тас ауруының тарихы болса. Бірақ халықтың басым көпшілігі үшін көп мөлшерде су ішу қосымша денсаулыққа пайда келмейді. Бұл тек сізді дәретханаға жиі баруға мәжбүрлейді, және жер бетінде таза ауыз суға қол жеткізе алмай жүрген кейбір адамдардың өз үлесін алуға кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан шөлдеген кезде су ішсеңіз, қажетті мөлшерде су аласыз, және бәріміз өз үлесімізді аламыз деп үміттенеміз.